ықтималдықтар теориясы. Әлемде 10 адамнан біреуі ғана оқып жетістікке жетеді. Сенің де сол бір адамның қатарында болу үшін не істеу керек? Әрекет ету керек. Енді сабаққа оралатын болсақ, А оқиғасының ықтималдығы дегеніміз А оқиғасын құрайтын нәтижелер саны мен жалпы нәтижелерінің санының қатынасы. Мысалы, бізде ықтималдықтар теориясында негізгі формула осы бір формула ПА тең болады N бөлу N. Мұндағы N дегеніміз жалпы оқиғалар саны. Яғни бізде жалпы оқиға беріледі. Осының санын бізде N деп аламыз. Бөліміне жазамыз. Содан кейін N деп тұрғанымыз бізге керек санды. Бізге керек санды жазамыз, алымына жазамыз. Сонда керек санды жалпы санға бөле саламыз. Сонда не болады? Бізде ықтималдықтың мәні шығады. N деп тұрғанымыз А оқиғасын қанағаттандыратын нәтижелер саны дейді. N барлық нәтижелер саны. Яғни М керек сан деп айтып тұрмын. Так, енді П бізде болу ықтималдығы, Q болмау ықтималдығы дейді. Бұл жерде мынандай. Мысалы, бізде нысанаға оқ атқан кезде оның тию ықтималдығы беріледі. П тең болады 0,8 деп берілсе, бізге айтады тимеу ықтималдығын тап дейді. Сол кезде осы формуланы қолданамыз, яғни Q тең болады. Бізге болу ықтималдығы мен болмау ықтималдығын қосындысы әрдайым бірге тең. Осыдан Q тең болады 1 азайтылған 0,8. Сонда тең болады 0,2. Сонда нысанаға оқтың тию ықтималдығы 0,8, тимеу ықтималдығы 0,2 болады екен. Енді қараңыздар, кез келген А оқиғасының ықтималдығы келесі шартты қанағаттандырады. Яғни А оқиғасының ықтималдығы 0-ға тең немесе үлкен болады, бірден кіші немесе тең болады екен. Бірден асып кетпейді екен, және теріс таңбамен шықпайды екен. Ескерту: егер тәжірибе барысында А оқиғасы міндетті түрде орындалмайтын болса, онда ол оқиға мүмкін емес оқиға дейді. Яғни бұл қалай? Бізде А оқиғасының формуласын айттым, N бөлінген N деп. Бізде егер ешқандай оқиға орындалмаса, яғни керек бізде 0-ге тең болса, бөлімде жалпысы N қала береді, 0-ды N-ға бөлгенде не болады? 0 болады. Сонда А оқиғасының ықтималдығы 0-ге тең болады, және ол мүмкін емес оқиға болады, өйткені А оқиғасы міндетті түрде орындалмаса. Түсінікті ме? Ештен орындалмаса. Келесі, керісінше А оқиғасы міндетті түрде орындалса, яғни барлық жағдай орындалса, онда бізде ақиқат оқиға деп аталады, және бірге тең. Ол қалай? ПА тең болады N бөлінген N. Бұл жерде айтсақ, берілген жалпы оқиға ғой, осы жалпы оқиғаның жалпы санының барлығы орындалып тұр, яғни М N-ға тең болып тұр. Сонда М-нің орнына N жазсақ болады, екеуі қысқарады да бірге тең болады. Сонда бұл жағдай ақиқат оқиға деп аталады. Және бұл көп кездеспейді, бірақ сіздер білу керексіздер. Енді бірінші мысалды қараңыздар. Жәшікте 8 қызыл, 11 ақ және 9 көк шар бар. Жәшіктен кездейсоқ алынған шардың ақ болу ықтималдығын тап дейді. Яғни бізге не берілген? Мынандай бір жәшік берілген, Осы жәшіктің ішінде не бар? 8 қызыл шар бар, 8 қызыл шар. 11 ақ шар бар. Сосын 9 көк шар бар. Сосын осы жәшікте біз не істейміз? Қолымызды салып, қандай да бір шарды аламыз. Сол шардың ақ болу ықтималдығын табу керек. Ол үшін не істейміз? Алған шарымыз ақ шар болу керек, ақ шар жазып қойдым. Сонда бізде А оқиғасының ықтималдығын формуласы қандай? ПА тең болады N бөлінген N. Біздің негізгі формуламыз. Енді осы жерде қараңыз. М деп тұрғанымыз нешеге тең, N деп тұрғанымыз нешеге тең. Жалпы бізде N деген жалпы шар, Қанша шар бар мына жәшікте? Бізде қарасақ 28 шар бар. 8, 11, 9 қоссам 28 шар бар. Енді көзімді жұмып тұрып, осы жәшіктен бір шарды алып қалсам, ол бізде ақ шар болу ықтималдығын табу үшін бізде ақ шар қанша? 11. Сондықтан 11 шар бізде не істейді? Барлық 28 шарды алғанда 11 шары бізде ақ болып түседі. Сонда 28-ден 11-на қысқармайды, осылай қалады. Жауабы В жауап болады. Екінші, жинақ сандықшасында, дәл сондай сандықша жаңағы жәшік сияқты,
копилка деп жатамыз, немесе 16 дана 2 теңгелік. 16 дана. Дана дегеніміз не? Ол бізде штук. 2 теңгелік, 20 дана 5 теңгелік және 8 дана 10 теңгелік тиындар бар. Сандықшадан шыққан бірінші тиынның 10 теңгелік тиын болу ықтималдығын табыңыз дейді. Бұл жерде қараймыз. 2 теңге дейін, кәдімгі 2 теңге ғой, өзі дөңгелек мынандай тиындар бар ғой. Сол тиындар 5 теңгелік тиын бар, иә, бізде 5 теңге деген жазуы бар, тиын бар. Сосын 10 теңге деген жазуы бар, тиын бар. Енді мына 2 теңгелік тиынның өзі қанша? 16 дана, 16 штук бар. 5 теңгелік тиын қанша? 20 дана бар, 20 штук. 8 дана 10 теңгелік, ол бізде 8 дана. Енді сандықшадан шыққан бірінші тиынның 10 теңгелік болуы, 10 теңге болу үшін бізде қанша? 8 болу керек. Керек оқиға 8. Сонда бізде n-ді табу үшін мынау бізде барлық қанша дана бар теңге, соның бәрін қосып шығамыз. 16-ға 20 қосамыз 8-ді, бізде 44 болады. Сонда жалпы бізде 44 теңге бар, иә, сандықшада. Осы 44 сандықшаның 10 теңге болу ықтималдығы, ол бізде 8 керек оқиғасы. Сонда ПА тең болады М бөлінген N. М деп тұрғанымыз 8-ге тең. Өйткені 10 теңге болу үшін 8 тиын 10 теңгелік. Так, жалпы оқиға 44. Сонда қысқартқанда не болады? 11-ден 2 болады. Сонда жауап мында 11-ден 2 Д жауабы. Келесі үшінші. Анашым деген сөз бар, иә. Сөзінен кездейсоқ бір әріп таңдалды. Таңдалған әріптің А әріпі болу ықтималдығын тап дейді. Анашым деген әріпті қараңыз. Қанша әріп бар? 1, 2, 3, 4, А деген 5-ші, М деген 6-шы. Сонда 6 әріптен тұратын сөзде бізде А әріпті, таңдалған әріптің А әріпі болу ықтималдығын тап. Енді А әріп нешеу бізде? 1 және 2 әріп. Сонда жалпы n, жалпы сан қанша? 6 ғой, бізде 6 әріп бар. Бізге керекті әріптер саны қанша? Ол бізде 2. Сонда бізде А оқиғасының ықтималдығы қандай болады? Керек m-ді n-ға бөлем ғой. Сонда m деп тұрғанымыз 2 бөлем 6-ға. Екеуі қысқарады, не болады? 3-тен 1 болады. Жауабы 3-тен 1. Ол бізде Б жауабы. Келесі төртінші есеп. 3 тиын лақтырылды. 3 тиынның да жоғары жағында елтаңба болып түсу ықтималдығын табыңыз дейді. Бағанағыдай мысалы айтқан менде тиындар бар, иә? Мысалы 2 теңгелік тиын бар. 5 теңгелік тиын бар, иә? Сосын мысалы 20 теңгелік тиын бар. Міне 3 теңге бар, айтып тұр. 3 тиын лақтырылды дейді. 3 тиынның да жоғары жағында елтаңба болып түсу ықтималдығы дейді. Жалпы біз тиындарды қарағанда, тиынның бір жағында тиын тұрады да, мысалы тиынның бір жағында мысалы тиынның суреті тұрады, тиынның жаңағы цифр суреті тұрады, цифр суреті тұрады да, ал бір жағында не тұрады? Елтаңба суреті тұрады. Білесіздер ғой, тиынның. Сонда бізден қысқаша жазсақ, мысалы мына 2 теңген цифр немесе елтаңба деген екі жағы болады. Әр неде сондай тиында бір жағы цифр, бір жағы елтаңба болады. Енді бізге айтып тұр, 3 тиынында жоғары, үшеуін лақтырғанда жоғары жағында елтаңба болып түсу ықтималдығын табу керек. Мұндай есептерді шығарған кезде қараңыздар, біз мысалы 3 тиынды лақтырдық. Бірінші тиын не істеді? Барлығы не істеді? Цифр болып түсу мүмкін ғой. Лақтырдық, мысалы 2, 5, 20 деп цифр жағы түсу мүмкін. Келесі екінші вариант қандай? Біріншісі цифр болып, екіншісі цифр болып, үшіншісі елтаңба жағымен түсу мүмкін. Дұрыс қой. Келесі енді үшінші вариантты қарайық. Біріншісі цифр болып, екіншісі елтаңба болып, үшіншісі елтаңба болып түсу мүмкін. Келесі төртінші нұсқаны қарайық. Біріншісі де елтаңба, екіншісі елтаңба, үшіншісі елтаңба болып түсу мүмкін. Келесі бесінші нұсқаны қарайық. Бізде қандай нұсқалар қалып қойды? Біріншісі елтаңба, екіншісі цифр, үшіншісі цифр болу мүмкін. Яғни бірінші елтаңба жағымен, екіншісі цифр, үшіншісі цифр жағымен түсу мүмкін. Келесі біріншісі елтаңба, екіншісі цифр, үшіншісі елтаңба жағымен түсу мүмкін.
Так, келесі тағы қандай нұсқаларымыз бар. Так, үшеуі де кетті. Так, енді мысалы цифр, елтаңба, цифр. Жоқ, бізде цифр, елтаңба, цифр жағымен түсу мүмкін. Және 8-ші нұсқамыз ол бізде так, барлығы кетті. Цифр, цифр, елтаңба, цифр, елтаңба, елтаңба. Елтаңба, елтаңба, цифр деген бар ма? Жоқ, елтаңба, елтаңба, цифр жағымен түсу мүмкін. Болды. Осы 8 нұсқада бізде түседі. 3 түйіннің де жоғары жағында, осы 3 түйін лақтырған кезде бізде осы 8 нұсқамен ғана түседі балар. Енді 3 түйіннің де жоғары жағында елтаңба болып түсу ықтималдығы деген ол мынау. Яғни жоғары жағында не істейді? Елтаңба болып түсуі ол бізде бірақ жағдай. Яғни m тең 1-ге тең, ал n бізде нешеге тең болады? 8-ге тең болады. Сонда бізде жауабы жаңа А оқиғасының ықтималдығы тең болады екен. n бөлінген n қой, n бөлінген n тең болады екен 8-ден 1. Немесе мына жерде қарашы, бізде 3 тиынды біз не істедік? Жазып отырдық, я? Бұл енді бізге кішкене уақыт алды. Ал егер 3 емес, одан да көп тиын болса ше, ол кезде бізде каждый өсіп жазып отырмаймыз ғой. Сол үшін мына жерде барлық оқиғаны n-ді біз қалай анықтаймыз деген сұрақ болады бізге. N-ді біз қалай анықтаймыз? Оны қазір бір тәсілін көрсетемін сіздерге. Енді қараймыз. Мынау 2 теңге деген бірінші цифрдың біз екі жағдайда түсу мүмкін ғой. Біріншісі ол цифр болу мүмкін, айттым, немесе елтаңба болып түсу мүмкін. Яғни мынау 2 теңгенің өзінің қанша екі жағдайы болады. Түсінікті ғой? Мынау 5 теңгені алайық. 5 теңгеде не цифр, не елтаңба болып түседі. Бұның да екі нұсқасы болады. Келесі мынау 20 теңгеде цифр, елтаңба болып екі жағы бар ғой. Бұл да бізде екі жағдайда түсу мүмкін. Сонда бізде 2-ні 2-ге көбейткенде қанша болады? 2-нің 3 дәрежесі тең 8-ге болады. Бұл бізде жаңағы ұяшықтар әдісінен де келеді, немесе бұл қайталанатын орналастыру. Алдында мен комбинаторикада біз өткеміз, екінші бөлімде А тең болады n-нің k дәрежесі деген формула. Бірақ ол кезде біз есеп шығарған жоқпыз. Міне, осыған есеп. Яғни бізде ұяшықтар әдісі дегенді комбинаториканың бірінші бөлімде көрсеттім. Сол кезде біз негізі қайталанатын орналастыруға келеді бұл. Және осы есепте де бізде тиындардың қанша тәсілі бар, жаңа түсудің, сонда бізде жалпы тәсілін анықтау үшін бізде не істейміз? Осы қайталанатын орналастыруды пайдаланып, және ол 8-ге тең. Сонда бізде П ықтималдығымыз қанша болды? 8-ден 1. Я жауабын тауып қойдық. Мына жерде просто мен n-ді табу үшін түсіндіріп көрсеттім. Келесі 5-ші есеп. Жақтары 1-ден 6-ға дейін нөмірленген 2 ойын кубы лақтырылды. Сонда 2 ойын кубтарының пайда болған жақтарындағы цифрлар қосындысы 11 болуының ықтималдығы қандай? Ойын кубы деген кәдімгі куб қой, мысалы ойын сүйегі деп айтылады, мынау кәдімгі куб, ойын кубы. Енді бұл ойын кубының қарасаңыздар 6 жағы бар, мысалы бізге көрініп тұр, мынау көрінбейтін жақтары бар, көрінбейтін жақтарын салып қойын. Көрінбейтін жақтары бар, сонда бізде 6 жағы бар. Осы ойын кубына қарасаңыздар, мынау мысалы мына жерде бір нүкте болу мүмкін, 1-ден 6-ға дейін нөмірленіп тұр, мысалы 1 деп нөмірленіп тұр, 2 деп, мына жерде 3 деп, бер жақтағы 4 деп, табан мысалы 5 деп, және үстіңгі бөлігін 6 деп, яғни 6 жағы нөмірленген. Дәл осындай бізде қанша 2 ойын кубы бар дейді, екеуін лақтырамыз. Сонда 2 ойын кубтарының пайда болған жақтарында цифрлар қосындысы 11 болуының ықтималдығы қандай? Яғни, мысалы, мына жерде тура осында екінші куб бар ғой, міне екінші кубты енді сала салайын жарайды. 2 куб бар. Осы 2 кубты біз не істейміз? Лақтырамыз. 2 кубты лақтырған кезде бізде мына жақта мысалы үстіңгі жағында, мысалы пайда болған кубтың жақтарындағы цифрлар, яғни бір жағында мысалы 1 болатын болса, мына жағында ол қанша болу мүмкін? 1 болу мүмкін, тоже былай жаз қойын жақшаға. Енді бірінші жақта қайтадан 1 түссе, екінші жақтан 2 түсу мүмкін мына жақтан.
бірінші жақтан 1 түссе, екінші жақтан 3 түсі мүмкін. Бірінші жақтан 1 түссе, екінші жағынан 4 түсі мүмкін, иә. Бірінші жағынан 1 деген мынандай түссе, мына жақтан не түсі мүмкін? 5 түсі мүмкін. Мына жақтан қайтадан 1-ді алсам, мына жақтан 6 түсі мүмкін. Яғни бізде бірінші жақтан 1 деген цифр түскен кезде, екінші жақтан 6 деген номер түссе, бізде осындай 6 нұсқасы бар екен. Енді бірінші жақтан 2 түскен кезде, екінші жақтан 1 түсі мүмкін. Бірінші жақтан 2 түскен кезде, екінші сүйектен 2 түсі мүмкін. Осы сияқты жалғасып кете береді. Мұнда да 6 нұсқа бар. Егер келесі бірінші жақтан 3 түссе, екінші жақтан 1 түсі мүмкін деп, бұл да жалғасады 6 нұсқада. Мысалы 4-ті алатын болсақ, иә, бірінші жақта 4 түссе, екінші жақта 1 түссе деп қайталансақ, бұл жерде де 6 нұсқасы бар екен. 5 түсетін болса, 5-те де не болады? 6 нұсқа бар екен, иә? 5 түссе, мұнда 2 түседі, бірінші жақта 5 түссе, мұнда 3 түседі деп түсінікті болып жазатын болса, кете береді 6 нұсқада. Енді бірінші жақтан 6 түссе, екінші жақтан неше 1 түседі, бірінші жақтан 6 түссе, екінші жақтан 2 түседі деген сияқты, бұл жерде де кете береді 6 нұсқасы бар. Біз бәрін жазып отырмаймыз, бірақ бәрін қарасақ, жазатын болсақ, мына жақта 6 ғой. Мына бәрінде 6, иә. Мысалы 6, 6, 6, 6, 6, 6. Енді бәрін біз қоссақ та, немесе 6-ны 6-ға көбейтсек те не болады? Барлық n 36 жағдай болады. Жалпы бізде 36 мүмкіндігі бар. Енді бізге керегі 11 болуы керек жаңа. Сонда екі ойын кубтарының пайда болған жақтарындағы цифрлар жаңа бетті түседі ғой, беткі жағындағы 11 болу керек. Ол үшін 11 болу үшін не істейміз? Бізде қандай мүмкіндіктер бар? Яғни 11 болу үшін 1-ден 6-ға дейінгі сандардың қосындысында 11 шығу үшін бізге не істеу керек? Яғни ойын кубтары ғой. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6 біріншісінікі, екіншісі 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген цифрлар жазылған. Бізге мынау не істеу керек? Мына жақта 5 түссе, мына жақта 6 түсу керек, мына жақта 6 түссе, мына жақта 5 түсу керек. Яғни 5 қосу 6, 11, немесе 6 қосу 5, 11. Сонда бізге керек нұсқа, мына жақта 5 түссе, мына жақта 6 болу керек. Немесе мына жақта 6 түссе, бірінші жақта, екінші жақта 5 түсу керек. Осы екі нұсқа ғана керек. Сонда бізде m бізге нешеге тең болады? 2-ге тең болады. Сол кезде А оқиғасының ықтималдығы тең болады екен. Не істейміз? m-ді n-ға бөлеміз. m деп тұрғанымыз 2, n деп тұрғанымыз 36. Сонда бұл тең болады 18-ден 1. 2-ге 36 қысқарады, 2-ге бөлгенде 18, мұнда 1. Сонда жауабы 18-ден 1 деген е жауабы болады. Түсінікті ғой, иә? Екі ойын кубтарының пайда болған жақтарын цифрлар қосындысы 11 болуының ықтималдығы. Біз екі ойын кубын лақтырғанда қандай нұсқа түседі, соны тауып алдық мына жерде. Барлығын лақтыратын болсақ, бізде 36 нұсқа түсіп тұр, иә? 36 нұсқа түсіп тұр. Және де бізде не болып тұр? Бұл цифрлардың қосындысы 11 болу үшін бізге екі керек оқиғасы 2-ге тең. Яғни m-ді n-ға бөлдік, сонда қысқарды. Енді 6-шы есепке керек. 5 карточкада Ж, Н, Е, С деген 5 әріп берілген, жазылған. Осы әріптер карточкаларды бір-бірден кездейсоқ таңдап алғанда жеңіс сөзінің шығу ықтималдығын табыңыз дейді. Енді осы жерде біз комбинаторикаға да өткен алмастыру формуласын еске түсірейік. Pn тең болады n факториалды. Бұл формула неге еске түсіріп тұрып? Қараңыздар. Жеңіс сөзінде бізде 5 әріп берілген. Дұрыс па? Осы 5 әріпте n тең 5-ге тең. 5 әріптің біз не істейміз? Барлығын қолданамыз да орналастырамыз. Біз айттық қой, алмастыруда орын реті маңызды ма? Я, маңызды. Және барлық элементтер қосылысқа ене ма? Я, енеді. Осы мысалы бізде әріптерді алып, мысалы Ж бірінші тұрса, екінші Ә кетіп қалса, Ә, С, мысалы Е, Н, немесе Ж, С, Ә,
Н, Н, Е деген осындай бізде әріптерді құрастыра берген кезде, соның ішінде мысалы жеңіс деген сөз не болады? Әріптердің орындарын ауыстыра береміз, көпше осының 5 әріпті орындарын ауыстырып, шатастырып, бүйтіп ауыстырып, жан-жаққа ауыстыра берген кезде бізде не болады? Қанша нұсқада біз жаза аламыз сөздерді, құрастыра аламыз бір-бірден кездейсоқтандағанда. Сол үшін бізде қанша нұсқа болады? Ол үшін бізде мынау алмастыруды тауып керекпіз. Яғни P5, 5 әріпті бір-бірімен айналыстырсақ, 5 факториалға тең. 5 факториал дегеніміз ол не? Бірден бастап 5-ке дейінгі сандардың көбейтін істедік қой. Бәрін көбейтіп шықсақ, нешеге тең болады? Екі жерде 6, жерде 4, 24, 5, 120-ға тең болады. Сонда бізде барлық нұсқа бізге керек. П деп тұрғанымыз алмастыру комбинаторы екен. Бізге оқиға, А оқиғасының ықтималдығы, ол да П-мен белгіленеді, шатастырмаймыз. А оқиғасының ықтималдығының формуласы N бөлінген N ғой. N деп тұрғанымыз мұндағы N 120-ға тең. Түсінікті ма? Өйткені бізде қанша нұсқа бар? Осы 5 әріппен 120 нұсқа жасаймыз. Енді бізге керек бір-ақ сөз керек, жеңіс. Нәрде біз 1, 2, 3 осылай кете берген кезде бізде 120 нұсқа болады екен. Түсінікті ма? Енді бізге жеңіс деген сөз бізде бір-ақ рет кездеседі. Жеңіс деген сөз бірнеше рет кездесе алмайды ғой, әріптердің орындарын ауыстыра бергенде. Бізде бұл бір-ақ рет кездеседі. Мына жеңіс деген сөз. Сонда керек оқиға бізде біреу-ақ екен. Бір оқиғаны бөлеміз қанша? 120 рет ауыстыруға болады екен. Сонда жауап Б бізде 120-дан 1. Б жауап болады. Келесі 7-ші есеп. Қораптың ішінде 20 ақ түсті және 12 көк түсті қаламдар бар. Қораптың ішіне қарамай бір-бірінен өзгеше 2 қалам шығару үшін 2 қалам бір-бірінен өзгеше болу керек. Ең кемінде қанша қалам шығару керектігін тап. Ең кемінде шығаратын қалам. Осындай есептер көп кездеседі. Енді бұл жерде қараймыз. Қорап деп тұрғанымыз кәдімгі жәшік, жәшік. Жәшікте не бар? 20 ақ түсті, 20 ақ түсті қалам бар, 20 ақ және 12 көк қалам бар. Қораптың ішіне қарамай бір-бірінен өзгеше 2 қалам шығару керек. Сонда қараймыз. Осы қаламдарды біз аламыз да, қарамай, мынаған қараймыз да, жаңағы нені алған кезде, қарамай мына жерден қаламды алған кезде, бір-бірінен өзгеше болу үшін ең кемде қанша қалам шығару керек. Мынадан біз не істейміз? Өзгеше 2 қалам алу үшін біз мына жерде ең көп дегенде қай сан көп, қай түс көп? 20 ғой. 20 қаламды алып тастау керекпіз. Мына екінші мына жаққа жәшікті алайық. Осы жәшікке біз мына жерден алып, мына жерден 20 қаламды алып, мына жаққа не істейміз? Алып салып тастау керекпіз. Неге 20 қалам? Өйткені біз 12 қаламды алып қоятын болсақ, оның 12-дің бәрі көк болуы мүмкін ғой. Ал біз бірінші не істейміз? 20 қаламды алып тастаймыз. Енді бізге өзгеше қалам керек қой. 20 қалам ағын алып тастаған кезде бізде мына ішінде 12 көк қалады, соның тағы да бір не істейміз? Бір көгін ала саламыз мына жаққа. Сонда бір көк аламыз. Сол кезде бізде жалпы бізде 21 болады. Тағы түсіндіріп айтайын, Мысалы, жәшікте 20 ақ, 12 көк қалам болады, Бізге, егерде біз мысалы мүмкін жолымыз болып, бір алған кезде ақты, сосын екінші алғанда көкті алып, 2 өзгеше қалам алып қойымыз мүмкін, Мысалы, мүмкін бір алғанда алып қойымыз мүмкін. Бірақ егер жолымыз болмай болады, жолымыз болмай қалады да, біз не істейміз? 20 ақ қалам бәрін, мысалы, 20 рет алсақ, ақ қалам түсу мүмкін да. Енді бізге не істеу керек? Ол өзгеше болу үшін біз 21-ші қаламды аламыз. Сол үшін бізде ең кемінде қанша қалам алу керек? Ол бізде 21 қалам. Соның жауап 21 болады. Келесі 8-ші есеп, мектеп лотереясында бір билетке тура келетін ұтыс шығу ықтималдығы 121-ден 2-ге тең. Осы лотереяда ұтысы жоқ билетті алу ықтималдығы дейді. Яғни бұл бағанағы формула бар, П қосу Q тең болады 1. Бұл жерде П деген жаңағы болатын ықтималдық,
Q дегеніміз ол болмау ықтималдығы. Сонда бізге ұтыс шығу, болу дегеніміз, мысалы, билет аламыз, сол кезде билетте лотереяда ұтыс болу мүмкін. Ұтыс шығу ықтималдығы 121-ден 2-ге тең болса, ұтысы жоқ билетті алу ықтималдығын табу керек. Сол үшін не істейміз? Бізде Q тең болады, 1-ден азайтамыз болу ықтималдығын. Осыдан Q болмау ықтималдығы тең болады, 1-ден азайтамыз 121-ден 2-ні. Ортақ бөлім келтіреміз. 1-ді 121-ден 121 деп жазуға болады. 121-ден 121 деп жазып аламыз. Не үшін? Өйткені 2 қысқарып кетсе 1-ді береді ғой. Ал бізге мына бөлімнен 1-дей керек бөлшек азайтуға ыңғайлы болу үшін. Сонда тең болады 121-ден 119. Сонда бізде жауабы, ондай жауап бар, бізде С жауап болады. Осымен сабағымыз бітті. Тағы да видеоны бірінші рет қайталап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сол бойынша есептерді қайта түсіруге тырысамыз.